Саламатсыңдар ма оқушылар? Сабағымызды бастаймыз. 114-ші сабақ сан есімі деп аталады. Ғаламшар құпиялары. Сан есім. 114-ші сабақ. Мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып жауап беремін. Сан есімдерді таба аламын. 49-шы жаттығу. Мәтінді оқы. Ең үлкен қай ғаламшар? Юпитердің үлкендігі сонша, оның ішіне қалған 8 ғаламшар түгел сыйып кетеді. Сапырылысқан газды аса жойқын жел тасқыны аударыстырады да осы ғаламшардың үстіне ғажайып әдемі әшекей пайда болады. Юпитер ертедегі римдіктердің бас құдайының құрметіне берілген атау. Юпитер сақиналы 4 ғаламшардың бірі. Осы 4 ғаламшар газды алып деп те аталады. Олар Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун. Бұлар ортасына кішкене тасты қоршап тұрған аса ірі газ қоршауы дейді. 50-ші жаттығуда балалар берілген сан есімдерді қатыстырып сөйлем құра дейді. Құраған сөйлемдеріңе олардың қандай мүше болып тұрғанын айт дейді. 1, 5, 7. Бірінші сөйлеміміз балалар өзіне тиесілі заттың біреу екенін білді, қаншау екенін білді, біреу анықтауыш. Екінші сөйлем Айжанның үйі 5 бөлмелі, қанша бөлмелі? 5 бөлмелі. 5 анықтауыш. Үшінші сөйлем Алдияр 7-ші қабатқа әрең шықты. Нешінші қабатқа әрең шықты? 7-ші қабатқа. 7-ші бізде анықтауыш. Қарап отырсақ балалар сан есім сөйлемде сөйлем мүшесін анықтауыштың қызметін атқарады екен балалар. Келесі тапсырма бізде 51-ші тапсырма. Мәтінді көшіріп жаз дейді. Сан есімдердің астын сыз дейді. Станциясы ауылдан 20 шақырым жерде, пойыз сағат 5-те жүреді. Әділ станцияға 2-ші автобуспен келді. Ол 3-ші курстың студенті. Жазғы демалыстан соң оқуға бара жатыр. Бұл жерде сан есімдер 20, қанша, 5-те, нешеде, бұлар есептік сан есім болар. 2-ші, 3-ші, нешінші реттік сан есім болар. 2-ші, 3-ші реттік сан есім жұрнақтар екен балалар. Балалар сендерге осы сан есімнің 2 мағыналық түрі берілген, соны түсіндіре өтейін. Есептік сан есімде отырған санның нақты санын білдіреді. Ол жаңа 5, 10, мысалға мына жақта 20 деген сияқты. Ал реттік сан есімде отырған сан есімнің ретін білдіреді балалар. 52-ші жаттығу мәтінді оқы дейді. Ай жердің ең жақын көршісі. Айда ауада, желде, суда болмайды. Айда үнемі қараңғы болып, жұлдыздар көрініп тұрады. Астронавтар жерге қарағанда айдың үстінде биікке еркін секіре алады, өйткені онда тартылыс күші аз дейді. Айда үлкен шұңқырлар бар, оларды кратерлер деп атайды дейді. Мәтінге сүйеніп, мына сөйлемдердің ақиқат жалғанын екенін дәлелде дейді. Жер айда айнала қозғалады, бұл жалған. Айда жел соғып тұрады, жалған. Айда су болмайды, ақиқат. Ай аспанның үнемі көрініп тұрады, жалған. Жерде айға қарасаң, ай дөңгелек болып тұрады дейді, ол да жалған балалар. 23-ші тапсырмада ребусты шеш дейді. Шешудегі сөзге әңгіме құрап жаз дейді. Шешуші сөз бізде ғарышта. Әңгіме жазамыз балалар. Айдос мен Самат қазақ тілі сабағында ғарыш жайлы мәлімет алып, ол жақта не болатынын ойлады. Солай екеуі зерттеуге кірісті. Кітапханаға барып және ғаламтордан қарап деректермен таныса келе, ғарышта ауа болмайтынын, жел де күн де жоқ екенін білді. Екеуі үлкейгенде ғарышкер болуды шешті. Оны да ата-аналарына айтты. Ата-аналары бірден қолдады. Армандары асқақ екен, алға тартып, екеуін мақтады дейді балалар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк баса отырайық.